Сәлем достар, қалайсыздар, қатысушылар? Бүгін мен сіздерге бір бот туралы айтқым келіп тұр. Қараңыздар, егер мысалы сіздер дауыстарыңызды салуға ұялсаңыздар, немесе бала-шаға у-шу болып кетіп жатса, бірақ сізге диктофонмен сөйлеу керек болса, енді өзіңіз сөйлей алмайсыз ғой, енді жан-жағыңыз у-шу деген сияқты. Сондай кезде бір программа бар, қолдануға болады. Бірақ негізі қазір айтам. Мінекей қараңыздар, осы мәтінді сөйлеуге түрлендіру деген қазақша бот бар. Осы жаққа мысалы алдын ала қыз ба или жігіт па таңдап аласыз. Егер жігіт болса Дәулет, қыз болса Айгүл, мысалы Дәулет десем, енді ер адамның дауысын не істеп береді. Мысалы, сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер деп жазсам, мысалда, енді бұл Дәулет осылай аударып береді. Сосын үш точканы басасыздар да, сохранить в музыку деген бассаңыз, сразу сізге скачать етіледі. Сіз солай монтажға қолдана аласыз. Бірақ ескеретін жағдай, егер мүмкіндік болып жатса, өзіңіздің даусыңызбен сөйлеген дұрыс. Өйткені өзіңіздің даусыңызда бәрібір эмоция болады ғой, тірі адамның дауысы басқаша ғой, бәрібір роботтың сөйлегенмен адамның сөйлегенде бәрібір айырмашылық болады ғой. Адамның сөйлегенде жетпейді ғой деген ғой, эмоция береді, жағымды естіледі. Енді неге қарағанда ше, иіге қарағанда деген ғой. Сондықтан енді мүмкіндік болып жатса, өздеріңіз сөйлеген дұрыс. Егер прям мүмкіндік болмай жатса, или дауыстан ұялып, или бір жан-жағыңыз у-шу бала-шаға анау-мынау болса, онда осы ботпен сөйлеуге болады. Қазақша болсын, или орысша, ағылшынша текст бәрін ести береді, оқи береді, копировать ставить етіп қойып қоясыз. Мысалы, например, польза гранаты деп мынандайларды өшіріп тастайсыздар ғой алдын ала. Короче, сөздеріңізді дайындап жіберсеңіздер бәрін оқып береді. Польза гранат, анау-мынау деп бәрін оқып береді. Короче, осындай мен істемей қойын. Бірақ қатты ұзақ сөйлемді бөліп оқиды, соны ескерсеңіздер. 3-4 осылай неге істеп береді. Мына жақта үлкен аудио не тұр ғой, үлкен мәтін тұр ғой, ағылшынша. 2-ге бөліп оқып береді. Тексеріп не істеп аласыздар.